Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай жасалатын әрі өте дәмді дымляма дайындаймыз. Үлкен ыдысқа ең алдымен майды саламыз. Егер майлырақ болсын десеңіздер, көптеу қосыңыздар. Одан кейін етті саламыз, тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштерді себеміз. Келесі кезекте барлық көкөністерді видеода көрсетілгендей қабаттап шығамыз. Арасында тұздап, дәмдеуіш сеуіп отыруды ұмытпаңыздар. Мен картоп, болгар бұрышы, сәбіз, пияз, жүгері, қызанақ және сарымсақ салдым. Одан кейін ең соңынан орам жапырақпен бетін жауып, бір бума аскөкті салдым. Су құймаймыз, бетін жауып, баяу отта шамамен 1,5-2 сағат бұқтырып пісіреміз. Тағы да қайталаймын, егер майлырақ болсын десеңіздер, көптеу майды қоссаңыздар болады. Өте дәмді болады, әсіресе жүгері барлық көкөністердің еттің сөлін бойына сіңіріп, өте дәмді жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.